Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушыларым? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы функцияның қасиеттері. Сабақтың тақырыбы өте ауқымды. Бұл сабақты енді түсіру барысында мен ойландым, қалай жеткізіп оқушыларға түсінікті қылып айта аламын деп. Сол кезде мен оқулықтағы 7-1 есептен бастағым келіп тұр. Өйткені осы есептің барысында қазір функцияның қасиеттерін толық айқындауға кірісеміз. Алдыменен мына графикте, берілген функцияның графигінде қарап отырып қазір функцияның қасиеттерін айтатын боламыз. Бірінші, алдыменен берілген функцияны анықталу облысын тап деп айтады. Бізде анықталу облысты d әрпімен белгілейді. dx деп белгілесек, тең қараймыз. Яғни x өсі бойыменен мына функция басы қай жерден басталды және аяғы қай жақтан аяқталып тұр дегенді білдіріп тұр. Біздің жағдайымыз үшін x өсі бойынша айтатын болсақ, міне -4-тен басталып тұр, кетіп бара жатыр, +4-тен аяқталды. Демек, 4 пен 4-тің арасы, яғни -4 пен +4-тің аралығы. Енді -4-ке біз жай жақша қоямыз. Сақина өйткені боялмай тұр. Яғни шектеліп тұр да мына функция. Ал соңғы 4-те +4-те тік сызық қоямыз, өйткені сақинаның іші боялып тұр. Бұл бізде анықталу облысы. Егер балалар берілген функцияның мына жерде нүкте көрсетілмей, яғни графиктің ұшы көрсетілмесе екі жағында да, онда минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деп айтамыз. Екінші, бұл анықталу облысы балдар, бізде бұл анықталу облысы. Ұмытып қалмаңыз, анықталу облысы деп атаймыз. Екінші, мәндер жиыны дейді, немесе мәндер облысы деп айтады. Y деп белгілейік, мәндер облысы. Бұл Y бойынша айтамыз. Y-тің төменгі жағы қай жақта тұр, жоғарғы жағы қай жақта тұр. Бізде Y-тің төменгі жағы -2-де тұр. -2, неке қарап отырмыз, -2-де тұр. Ал жоғарғы жағы 4-де тұр. -2 мен 4. Келесі үшінші бізде берілген функцияның таңба тұрақтылық аралықтарын қараймыз. Таңба тұрақтылық аралықтары деген, яғни функция графигінің үнемі оң таңбалы болып тұрған жағы. Ол бізде қай жерде? Мына функцияның графигін, мына X сызығын балдар, мен өткен сабақтарында да, мен YouTube каналда айтқанмын. X сызығын су деп, теңіз су десек, судың астыңғы жағы, судың үстіңгі жағы деп бөліп қарайық. Мен де мына сызғышты алайын да, мына жақта бізде мына бөліп тастайын. Мынау судың үстіңгі жағы дейік, мынау судың астыңғы жағы. Судың үстіңгі жағын біз оң таңба дейміз, яғни плюс таңба. Y-тің 0-ден бастап жоғары көтерілетін жағы. Демек, ол бізде қай жерден басталып тұр? Оң жақ. Мына жерде енді шамамен -3-те бір нақты сан көрсетіліп тұрған жоқ, біз былай жасайық онда. -3,5 дей салайық. Енді -3,5-тен нешеге дейін? Мына жерде бізде айталық 1-ге де жетпей тұр, 0 мен 2-нің арасы қақ ортасы 1 болса, 0,8 деп айтайық. Немесе 0,9 деп айтуға болады. Және, яғни мына жақта оң жағында тұр. Және әрі қарай қай жерден бастап тұр? Мына жерде 2 мен 4-тің арасында 3-тен сәл-пәл асып тұр екен. Айталық 3,2-ден деп алуға да болады. 3,2-ден мына жерден нешеге дейін? 4-ке дейін. 4-ке дейін берілген функцияның таңбасы оң. Яғни оң мәнге ие болды. Енді теріс жағын қарайық. Теріс жақ бізде, теріс жағы. Мына сызықтың енді төменгі жақ, X-тің төменгі жағын аламыз. Бұл бізде -4-тен, жаңа біз мына жерді -3,5 деп алдық қой. Сол 3,5, -3,5-ға дейін. Және тағы да мына жақта енді. Мына жерді біз алдық жаңа 0,8 деп алдық, 0,8-ден мына жерді біз алдық жаңа 3,2 деп алдық. 3,2-ге дейін берілген функцияның таңбасы теріс, яғни мәндер, теріс мәндер қабылдайды дейміз. Төртінші, біз таңба тұрақтылық аралықты айттық.
анықталу облысын айттық, жаңағы мәндер жиынын айттық, мынаны өзгеру облысы деп те айтуға болады. Мәндер жиыны. Төртінші, өсу кему аралығы. Қараймыз. Өсу кему аралығы. Мына жерде көрініп тұр. Өсіп бара жатыр. Неден неге дейін өсіп бара жатыр? -4-тен 2-ге дейін. -4-ке жай жақша қояйық, иә? -4-тен 2-ге дейін. -2-ге дейін. -2-ге дейін өсті. Және тағы да қай жерде өсу процесс? Бізде мына жерде басталып тұр. 2-ден 4-ге дейін. 2-ден 4-ге дейін өседі. Ал кему аралы қай жерде? Яғни өскенде де өзі қолымыз, бізде 6-шы класста функция тақырыбын айтқандай, оқығанда айтқанбыз, егер график салғанда, функция графигін салып жатқанда, функциямыз, яғни қолымыз үнемі жоғары көтеріліп келе жатыр, тоқтамай, өсіп келе жатыр деп айтамыз. Ал аналитикалық түрде берілгенде басқаша формуламен түсіндіремін тағы да. Әрі қарай -2-ден +2-ге дейін кемиді. -2-ден +2-ге дейін кемиді. Келесі. Берілген функцияны мына жерде қарап отырмыз, балдар. Енді таудың төбесі деп түсіндірейінші. Берілген функция өсіп келе жатыр, өсіп келе жатыр, өсіп келе жатыр. Мына жерге келді, өсу процесі тоқтады. Өсу процесі тоқтады, енді кему процесі басталады. Егер өсу процесі тоқтап, кему процесі басталатын нүктені максимум нүктесі дейді. Яғни x максимум тең нешенің тұсында? -2-ге келгенде. Ал кеміп келе жатыр, мына жердегі нүктеден былай айтайық, кеміп келе жатыр, кеміп келе жатыр. Мына жерде кему процесі тоқтады. Енді өсу процесі басталды. Кему процесі тоқтап, өсу процесі басталған жерді минимум деп атайды. X минимум. Тең бізде 2 нүктесі. Жалпы түрде, балалар, мен енді осы есеп арқылы функцияның қасиеттерінің шамалы бөліктерін түсіндірдім. Қалған қасиеттерін әрі қарай есептерді шығару барысында айтып отыратын боламын. Қазір енді функция қасиеттерін әрі қарай қарастырамыз. Бізге график берілмей, мынандай аналитикалық түрде берілген функция үшін бұның өспелі екендігін дәлелде дейді. Яғни бұл өспелі мына аралықта деп тұр. X -1-ден үлкен болған жағдайда, тек осы жағдайда ғана өспелі болатындығын көрсетеді. Ал олай болатын болса, біз жаңағы графиктік тәсілді де білеміз. Ол бойынша жазатын болсақ, мына жерге қысқаша берілген функцияны графигін салып жіберейік. Ол үшін берілген функцияның -1-ден үлкен мәндегі аралығын ал деп отыр ғой. Қазір біз сол аралықты ала тұрайық. -1-ден үлкен аралық бізде -1 мына жерде ғой. -1-ден үлкен аралық мына жақ. Яғни бұл жақта 0 бар, 1 бар, 2 бар, 3 бар, 4 бар кете береді. Енді мен 2x алайын. x1 тең болсын 0-ге, x2 тең болсын 1-ге. Бізде 6-шы класстан бастап біз функция тақырыбын өттік, білеміз. Ал функцияның қай кезде өспелі болатындығын айтқан кезде бізде мынандай шарт орындалу керек еді. Егер x1 кіші x2-ден болса, соған сәйкесті fx1-де x2-ден fx2-ден кіші болса, яғни мына шарт орындалса, онда функция өспелі. Мінекей, мына шарт орындалған кезде өспелі. Қазір осыны көрсетеміз. x1-іміз 0-ге тең, x2-шіміз 1-ге тең. Енді f 0 қоямыз. Яғни функциядағы x бар жердің бәріне 0 қоямыз. 0-дің квадраты 0 плюс 5-ті 0-ге көбейтеміз 0. Енді 1 қоямыз. F-ке 1 қоямыз. Тең 1-дің квадраты 1 плюс 5-ті 1-ге көбейтеміз 5. Сонда бізде 6 шықты. Демек, салыстырып атырмыз. x1 мен x2-ні салыстырғанда 0 1-ден кіші ғой. x1 кіші болып тұр x2-ден. x1 кіші x2-ден. Мына шарт орындалып тұр. Енді қараймыз. f0. Мына жерге f1 қойдық. Немесе мына жер бізде x1 болып тұр. Мына жер бізде x2 болып тұр.
Қараймыз, f0-дің мәні 0, ал f1-дің мәні 6. Демек, үлкен. fx1 үлкен fx2-ден. Олай болатын болса, берілген функция мына аралықта қандай дейміз? Өспелі деп айтуға болады. Енді график салып көзімізді жеткізіп жіберейік. X квадрат плюс 5x тең 0-ге болған кезде, x ортақ көбейткіш ақшаның сыртына шығарсақ, тең 0-ге, бұдан x тең 0-ге, x тең минус 5-ге. Берілген функция графигі 0 және минус 5 нүктелерін қиып өтеді екен. Яғни, мына екі нүкте арқылы қиып өтеді. Екеуінің қақ ортасы бізде мына жерде десек, мынандай график шығады ғой бізде. Мынаның қақ ортасы минус 2,5 болады ғой, Осы график соның ішінде мына бөлікті алып тұр ше бізге, мына бөлікті алып тұр. Мына бөліктен бастап біздің графигіміз былай болады. Мына аралықта минус 1-ден әрі қарай аралықта берілген функция өспелі дейді. Мына графикте біз өспелі екендігін көріп тұрмыз. Келесі есеп балдар бізде 7-де 24-ші есептің екіншісін қарастырамыз. Y тең минус x квадрат плюс 3x, мұндағы x 1-ден кіші болған жағдайдағы берілген функцияның кеммелі болатындығын қараңдар дейді. X 1-ден кіші деген сөз біз тағы да 0 алсақ болады, бір немесе минус 1 мен минус 2-ні алайық. X біріншіміз тең болсын минус 1-ге, x екіншіміз тең болсын минус 2-ге дейік. Немесе мына жерде x2, минус 1 0-ге жақынырақ қой. Бізге сендерге түсінікті болу үшін, мынау бізде x2 болсын, мына x1 болсын. Ал соған сәйкесті функцияны қарайық. F минус 1 қояйық. Тең. Минус 1-дің квадратынан плюс 1 шығады, бір алдындағы мен минус 1, Сосын минус пенен плюс 3-ті көбейтсек, минус 3 шығады, сонда минус 4 шығады. Енді f минус 2-ні қояйық. Тең. Минус 2-ның квадраты плюс 4, алдындағы мен минус 4 болады. Минус 3-2 6, минус 6, тең минус 10 болады. Қараймыз енді. X 1 кіші x2-ден. Яғни минус 2 минус 1-ден кіші ғой. Минус 2 кіші минус 1-ден. Минус 1-ден кіші. Екінші f астарына тұсына жазамыз. fx1-ді жазамыз, fx2-ні жазамыз. fx1-ден қанша шықты? Минус 4 шықты. Ал f минус 2-ден минус 10 шықты. Яғни, біреуінде минус 4 шықты, f минус 1-де, ал f2-де минус 10 шықты. Қайсысы үлкен? Әрине, теріс санда модулі кішісі үлкен. Олай болатын болса, f1 үлкен болды. Енді қараймыз, қандай теңсіздік орындап тұр? Жаңағы теңсіздікке басқаша теңсіздік. Яғни, бізде ереже, егер x1 x2-ден кіші болып, ал функциялар керісінше x1 x2-ден үлкен болса, онда берілген функция кемімелі болады. Кемімелі. Графигін салмай-ақ, осындай аналитикалық жолмен өспелі кемімелі екендігін осылай көрсетуге болады. Келесі балалар бізде 7-де 28-ші есеп, мынандай функция берілген, осы функцияның графигін салыңдар дейді. Мұндағы шарттары бар. Қазір салуға кірсек. Бірінші функция бізде y тең x плюс 7. Бұл бізде қарапайым графигі түзу сызық болатын. Әр функцияны жеке-жеке мына жаққа жазып отырайық. y тең x плюс 7. Бұл түзудің графигі шығады қазір. Түзу салайық. Түзу өзіміз білеміз. Кез келген екі нүктені қоссақ түзу шығады. Яғни, мына берілген функцияның графигі 7 деген нүктеден қияды y-ті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына жерде қияды. Мінекей, мына нүктеде қияды. Сосын оған қарама-қарсы нүкте x-ті минус 7-де қияды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Минус 7. Бізге осы екі нүкте жеткілікті. Плюс 7 және минус 7. Қазір мен балалар, осыны мен жай сызықпен сызайын, өйткені қазір мына шарт бойынша жұмыс жасаймыз ғой. Минус 2-ден кіші деген бөлік. Мынау біздің түзуіміздің графигі. Осының ішінен енді мына шартқа жұмыс жасаймыз. X деп тұр, минус 2-ден кіші. Минус 2 қайда? Минус 1, минус 2 мына жерде. Минус 2-ден кіші дейді, біз мына жерден минус 2-ге қарай. Мына функция графигіне дейін. Бұлай нүкте белгілеп аламыз. Минус 2 бізде
теңсіздікті қарап тұрмыз. Қатаң теңсіздік демек сақина боялмайды. Мына жерде нүкте. Қалған. Мына қалған сызықтарды мен өшіріп тастаймын, артықтарын. Түсінікті ма? Мінекей. Сонда менде мынандай бөлік қалды. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейінгі деген түзудің бөлігі қалып тұр. Бірінші жағдайда. Енді екінші функцияны қарастырамыз. Бізде екінші функция y тең x квадрат минус 3 функциясы. Бұл y тең x квадрат функциясы координата бас нүктесіне өтетін парабола болады. Ал оның минус 3 деген сөз минус 3 бірлік төмен түсеміз. 1, 2, 3. Минус 3 мына жаққа түсеміз. Сонда 0 нүкте мына жерде болады. 1. Мына жерде енді мынандай қылып сызық сызып алып өткенде мен көрсеттім ғой. Сонда осы график 1 берсең 1, минус 1 берсең плюс 1 деп неке былай қарай кетеді. 2 берсек 4 деген 3, 4 мына жерге келеді екен. Мына жақтан былай кетеді екен. Ал қазір осы графикті біз тағы да мен жай сызықтармен сызамда. Мына шартқа байланысты жұмыс жасаймыз қазір. Бізде шарт қалай болып тұр? Минус 2-ден үлкен 1-ден кіші дейді. Минус 2 мынау. Минус 2-ден үлкен болу керек. Және 1-ден кіші болу керек. Мына жақта, Бізде минус 2-ден үлкен жағы мына аралық қой. Минус 2-ден үлкен. Мына функцияның графигі. Бұлай қарай кетіп бара жатыр. Минус 2-ден үлкен жақ бұлай. Және 1-ден кіші дейді. Демек бізде 1 мына жерде мінекей. 1 мына жерде. Мына 1-де сақинаны ашып қалдырайық. 1-ге қатаң теңсіздік. 2-ге минус 2-ге боялған бөлік. Енді минус 2 мен 1-дің арасындағы графиктің бөлігін сұрап отыр. Ол бізде мына жер. Ал енді мына жерді мен қазір қалыңырақ сызып қоя. Енді қалған жерді өшірем. Мінекей. Енді қалған жерді өшіремін. Мына жақтан да мына аралықтарды өшірем. Сонда біздің графигіміз балдар, мына жерге келді. Мына жерден басталып тұр, мынаған дейін келді. Үш жерді біліп алайық. Мына нүкте бізде ашық тұр. Келесі үшінші графигіміз біздің y тең x плюс 4. Ал x плюс біз y тең түбір асты x функциясының графигін білеміз. Ол координата бас нүктесіне өтетін мынандай қисық-қисықты түрде келетін. Енді ол бізде қанша деп тұр? Осы график, мына өзінің графигі былай болып тұратын еді ғой. Осы график 4 бірлік қайқа қарай жылжиды деп тұр. Плюс 4-ге қарама қарса минус 4 қой. Минус 4-ге солға қарай жылжиды. 1, 2, 3, 4. Мына жерге келді. Минус 4-ге жылжиды. Сонда функция графигі былай болады. Шартымыз қандай бізде? 1-ден үлкен деген қазір. Мына график былай қарай кетеді. Былай жасайын. Былай, мынандай график шығады ғой. Осы графиктің ішінде енді 1-ден үлкен жағын ал дейді. Демек, осы графикпен 1-ді былай қарай жүргізсек, мына жерден басталады. Мінекей былай қарай өтеді графигі. Қалған жерді жаңағыдай алып тастаймыз. Яғни шарт болғандықтан, мына жердің бәрін алып тастаймыз. Бізге қажетті нәрсе графиктер осы балдар. Берілген 7-28 есепте берілген функцияның графигін сал деген. Біз графикті осындай ережелермен шарттарды пайдалана отырып салдық. Жалпы функцияның қасиеттері көп балдар әлі. Сол қасиеттердің барлығын түгел қамтитын бізде алдағы уақытта функцияның графигін, функцияны зерттеу және ол зерттеу арқылы графигін салу деген сабақ бар. Сонда біз толық көрсететін боламыз. Біздің осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бізде келесі сабақ бөлшек сызықтық функция және оның графигі тақырып өте қызықты және күрделі. Келесі сабақты жіберіп алмаңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.